Қайырлы кеш, хандар мен мырзалар, құрметті қонақтар. Торқалы тойымыз басылмай жатыр не деген көңіл күй, неткен қошемет мынау ағайын. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, мінеки бүгін келі қасиетті мекен Арыс қаласында Құралбай салтанат сарайында кенже қыз апамыздың шаңырағына шаттық орнап, бүгін жадырасып жарасатын, жамырасып тарасатын, балдай тәтті тілектер тыңдалатын, ән тербеген жүректер нұрланатын, қызығы күннен күнге жырланатын, келмегендер қызықтан құр қалатын керемет бір кеш болғалы жатыр ағайын. Мінеки бүгін кенже қыз апамыз 80 жас, мерейлі жасқа толып, осыншама ет жүрегі жақын деген жандардың басын қосып дүбірлетіп той жасап жатса, тойға келген ағайын, қош келдіңіздер. Рахмет, шында да біразымыз кенже қыз апамыз 80 жасқа толғанына таң қалып сияқтымыз. Әлде бір 40-тан енді асқан сондай бір сияқты. Сонда бүгінгі кешімізге қуанып келгендеріңіз көрсетіп, музыкасы бір айқай шумен, бір шын мәнде қуанып келгеніміз көрсететін шапалақтарыңыз болады ма? Той құтты болсын ағайын. Енді қарап отырсам, ортаға ұл қыздары, немерелері, шөберелері, түгелдей шөп қыздар кәдімгі бар ғой. Сіздерді көрген кезде бір таң қалып жатырмыз енді. Шыны керек, не деген сценарийді ойлап жатырмыз. Сондықтан қадірлі ағайын, баршамыз осы 80 жасқа жетейік, мерейлі жасқа жетейік деп, бүгін анамызға құрмет көрсетіп, баршамыз орнымыздан тұрып, сән салтанатымызды құрып, мынау қара шаңырақта анамыздың ақ батасын алып отырған ұлы Бауыржан ағамыз бен келіні Жазира жеңгеміздің әдемі әнінің ырғағымен бүгін анамызды ортамызға алып шығатын боламыз ағайын. Орнымыздан тұрайық, сән салтанат құрайық, қошеметпен шапалақты аямайық, анамыздың жасын баршамызға нәсіп етсін. Қанекей қарсы салайық ағайын.
Қошеметті аямайық шардақты ағайын. Мінекей анамыздың 80 жас мерейлі мерекесі құтты болсын. Қанекей ол қыздар немерелері ортаға жақындаңыздар, шөберелер келіңіздер. Анамыздың қасына келіңіздер. Баршаңыз әдемі бір естелікке суреткесі болайық. Ал апа, бүгінгі 80 жас мерейлі мерекеңіз құтты болсын. Мына қазақта бір әдемі сөз бар. Анаңның қадірін біл аманында, күлкісі сейілмесін жанарында. Жұмақтың кілтін іздеп сарсаң болма, жұмақтың кілті анаңның табанында дейді. Мінекей ол қыздарыңыз сіздің разылығыңызбен, сіздің батаңызды алып, осы сәтте, осы күнде шуағыңызға бөленіп, сіздің бар болмысыңызбен, сіздің бар қасиетіңізді бойына дарытқан ол қыздарыңыз сізді бүгін қадірлеп, 80 жас мерекелі жасыңыз жасап беріп жатыр. Алла нәсіп етіп, 100-ден асыңыз тек қана ол қыздарыңыздың рахатын, шөбере шөпшектің балын көріңіз, Құдай қаласа. Апа, жасыңыз 80 жасыңыз құтты болсын деген ағайын. Жаса бір қошемет сауық қояйық. Рахмет. Мен осы таң қалам бар ғой, жаңа күшті алып гүл бересіздер. Осы бір суретке түсетін кезде соны алып қоятындарымыз бар да енді. Алып келейікші, апам болна бір гүл берейік, бір гүлді ұстасып қойып. Не алды? Қайтадан қайтарып жібердіңіздер ме? Прокатты алып бердіңіздер? Берсеңіздер бір әдемі гүлді алып келіңіздер. Қандардың бұйрығындай өмірде өзі, қадірін білді қонбай ма? Рахмет. Видеоны әркім көре бермейді. Бірақ сурет үйде ілінеді, альбомда тұрады, ертең айтады ғой, 80 жаста бір гүл бермегесіңдер ма, не деді? Сондықтан жасап бір суретке түсіп алайық, келіңіздер. Рахмет, фотограф көрмейді, тұрады. Көке кішкене бір ыңғай жасап, бірдеңе жасамайсыздар ма? Арт жағыңыздан бала шаға көрінбей жатыр, кішкене, ортаға жақында. Келіңіздер, апаны ортаға алып. Күшті бұл. Суретке түсейік, бәріміз күліп түсейік. Енді шыны керек, бұндай сурет үйде жетеді, бірақ бір позитивный, күшті болып түскен сурет болсыншы. Ал. Рахмет, шаңырақтарыңызда шаттық арылмасын, әрдайым көргендеріңіз жақсылық, той болсын дейміз. Тағы бір сурет бар ма? Төрге, апамызды төрге қарай шығарайық қанекей. Төрге қарай отырғызайық. Апамның подружкалары отырсын жоға. Қанекей, орындарыңызды жайғасыңыздар. Рахмет баршаларыңызға. Анамыздың жасын нәсіп етсін. Біз қазақ мұсылман баласа, мұсылманның ұрпағы, мына ақтастарған жайған соң, ақтастарғаның шымылдығын ақбатамен ашқанбыз. Осы дәстүрден айнымайық, ардақты ағайын. Әулетіміздің үлкендері, асқатып әкелерімізді, ардақты аналарымызды, аяулы әпкелерімізді ортамызға шақырып, бүгінгі кешіміздің шымылдығын ашып, ақ батасын алсақ деген ниетіміз бар. Қанекей келіп жатқан қонақтар төрге қарай шығыңыздар. Қадірлі ағайын, баршамыз назарымызды ортаға аударайық. Бір үйдің баласындай, бір жеңнің сағасындай болып, ортаға назар аударып отырсаңыздар. Ақын атамыз бастаған Серікбай аға, Бақытжан аға, Сара апамыз, Манзура апа, Алимаш апа, және де құрметті қонақтар, ағайынның ішінде, жақын адамның ішінде жақыны болады, бірақ соның бір ішінде ерекше көретін, ықыласына бөленетін, сондай бір бөлек тұратын сондай бір адамдар болады ғой. Мінекей, сондай жандардың бірі Жансақ атамыздың артынан ерген ең жақсы көретін қарындасы дейді Нұржамал әпкеміз де осында отыр екен, ортаға шақырайық қанекей. Келіңіздер, бүгінгі кештің шымылдығын ашып, ақ тілек лебіздеріңізді берсеңіздер. Ақын атамыз Серікбай аға, Бақытжан аға, Сара апа, Манзура апа, Алимаш апа, Нұржамал әпке келіңіздер, қанекей ортаға келіңіздер.
келсеңіз ортаға. Жібек әпке. Жібек әпке барсыз ба? Жібек әпке бізге сіз ортаға қосылыңыздар. Рахмет. Ардақ ағайын, баршамыз назарымызды ортаға аудара отырайық. Біз қазақ үлкен адамның сөзін тыңдамақ түгілі, үлкен адамның алдын кесіп өткен емеспіз. Сондықтан мына ортаны кеспей, қадірлі ағайын, баршамыз назарымызды ортаға аударайық. Үлкендеріміздің батасы мен тілегін тыңдайық. Арайлап көк жүзінде атса таңым, шүкір айтып киетін ақшапанын, ақылының дариясы таусылмайтын, аман болсын әрқашан ақсақалым дейді. Ендеше қазалы қарияларымыздың, ақ жаулықты аналарымыздың әдемі тілектен, жүректен шыққан батасын тыңдайық. Жөн сұрауда, жол сұрауда айып жоқ. Қайсымыздан бастаймыз? Рахмет. Көке, өзіңізден бастайық. Асаба рахмет. Біз қазақпыз, әр уақытта үлкен кісіні сыйлағанбыз, тем более құда-құдағиды төрге шығарғанбыз. Мына менің қасымда рұқсат, міне құдағи отыр, осы кісіден бастаймыз. Ал бүгінгі тойға жиналған үлкен кіші, туған туысқан, бауыр, құда, жекжат, келін кешек, немере барлықтар қалайсыздар, жақсысыңдар ма? Мына бүгінгі біздің кенже қыз енді біздің бұрынғы түп нағашымыз. Енді құдағи жөнінде деп отырмыз ғой. Кенжеңіз қайдасың? Біз сөйлегенде келмей ме кенжеңіз? Сен күніге көріп жүрген жоқпыз ғой. Кенжеңіз неміндегі 80-ге жүгіріп келдің, менен қалмай. Жүре бермейсің бе жас болып? Мына 80 жасың құтты болсын жан. Мерекелі болсын. Мына балаларының қызығына тоймай жүре бер, балалар бақытты баянды болсын. Туған туысқан, мына бауырлар, құда жекжаттар. Кенже қыз деген, мен кенже қыздан гөрі сәл тәртіпсіздеумін. Кенже қыз прям жақсы адам ғой. Еш уақытта біз құдағи болып, әу деп көрген адам емеспіз. Кенже қыз мен саған екі дүниеде дарзамын. Кесе бер, бетіме жемесің бе? Құдай болсаңдар, осындай біздердей болыңыздар. Өйжан. Мына кенже қыздың шыққан жеріне, өсерді отырған бауырларына ырзамын. Қандай қып тәрбиелеген кенже қыз. Әлі жібек қой бұл кісі, әлі жібек. Еш өзгерген жоқ. Осындай жақсы құда-құдағи барлықтарына кездесе берсін жандар. Замандарың тура болсын, өніңдер, өсіңдер, жаманшылық көрмеңдер. Біз сияқты балаларың тоже сендерді құрметтеп жүрсін. Ағайын, туған, туысқан, қандай адамдар еді. Бізді мақтайтын күйеу бала қайда, сол кісіге енді мақтайды екеумізді әбден. Атыңды деймін күйеу бала. Осы жерде бір күйеу бала сүндет деген. Солар мақтайды мені, қалған ешкім мақтамайды. Мен жақсы жаң бетінен бір сүйіп қоян жібек қой. Екеумізде бір 18-де кетіпті, 20-да ма? Содан бері пашын.
Иә, біздің жақсы жағымыз жұғысты болсын жандарым. Замандарың түзу болсындар. Өнімдер өсіңдер, сендер де бала шағалардың қызығына тоймай жүре беріңдер. Кенже қыз ауырма, ауырсаң да білдірме. Иә, өстіп тойда жүре берейік шамамыз келгенше, иә? Тойларын той боласа берсін. Мына балаларға рахмет. Онан кейін үлкен құданың қыздары, балалары, барлығына рахмет. Бір кісідей бүгін тойда атсалысып жатқан. Кенже қыз беретін бөледі ғой мен. Менің қызым қайда? Кейін береміз ба? Алып кетсең қайтесің? Рахмет апа, айтқаныңыз келсін. Ардақты ағайын назарымыз ортаға отырайық. Келіңіз көке, өзіңіз әрі қарай жалғасаңыз, ақ тілек ападаны берсеңіздер. Келіңіз апа. Құрметті ағайын туыс көркімдер, құда жекжат, барлығыңыз сәлемсіздер ме, аман есемсіздер. Той құтты болсын. Бауыржан, айналайын мынау кенже жеңшемнің тойын істеп жатқанына саған көп рахмет келін екеуің. Сендерді де перзенттарың осындай марапаттап, сыйлап жүретін болсын шырағым. Ата-анаңа не қылсаң, балаларың алдыңа соны келтіретін еді. Шырағым, тура өзіңдей болып сыйлап жүрсің перзенттарың. Кенже қыз, денің сау болсын, балалардың қызығына тоймай, рахатында, балалардың арасында шауып жүре бер. Басқа не айтам? Алла амандық берсін, аман болайын. Рахмет, келіңіз көке. Бисмиллахиррахманиррахим. Элхамдулиллахи роббил аламин. Ой, базар емес тойға келген қазақ. Кішкене тиіш отырсаңдар, әңгіме тыңдайық, сөз тыңдайық, өсек кредит бәлебеттерді ертеңге қайтайық, мақұл ма? Құрметті көпшілік, той құтты болсын барлығыңызға. Мен қақсап тұрған адам, мына кенже қыз деп жатсыздар, осы кісінің нағашы қайнысы боламын. Мына өмірде ең қымбат ержігітке не дейді? Үш жұрт дейді. Өз жұрты, қайын жұрты, нағашы жұрт дейді. Мен осы жерде отырған барлығыңнан да үлкен ең нағашы жұртымын. Жанзақ деген біреуіңе құда, біреуіңе аға, біреуіңе ата. Осы кісінің мен нағашысымын. Жанзақ қыздан туса, мен ұлдан туған адаммын. Жақан бізден үлкен апамыздың баласы. Кешегі айналайын өткен өмірде менің Арифа деген апамнан Өмірзақ көке, Жанзақ көке, Дүйсенкүл деген апай міне осы өмірге келген. Кешегі 1939 жылы Өмірзақ көке мен Жанзақ Дүйсенкүл апайдың әкесі соғыстың алдында армияға алынған екен. Міне сонда кетіп жатқанда Төрехан баба атасы Байдыбекке, ата Байдеке, мына үш жиеніңіз қап баратыр, ел болса мына ұрындырың, осы мына үш жиеніңізге, қызыңызға оң көзіңізбен қараңыз. Мен енді о кезде 3 жыл армия қатары 3 жыл екен, 3 жылдан кейін келем ба, өмір қандай болады дегенде, міне армиядан қайтам деп тұрғанда Төрехан баба, міне соғыс басталған, көпшілік соғыс басталған. Герман деген неміс кірген Совет үкіметіне. Міне содан 5 жыл соғыс болып, міне сонда майданда біздің Төрехан баба сояқта жан тапсырған. Міне тарықсаң нағашыңа бар деген. Әкеден қара қағаз келген соң, Байдекең менің бабам, Жанзақ Өмірзақтың әкесі Төреханның екі бала бір қызын қолтығына алып, міне кешегіге шейін ер жеткізді. Мұны енді сіздерге өтірік болса да Аллаға рас. Міне айналайын, міне содан Құдайға шүкір бізді
Жанзақ көкенің ұлдары, балдары, қыздары, Өмірзақ көкенің ұлдары, қыздары, Дүйсенкүл абайдың бәрі бізді туған өзінің бауырындай көреді, біздің нағашысын. Ал енді көпшілік мынау Кенже деген қызға келейін мен. Кенже деген қызбен біз қатар өскенбіз, бізден 3-4 жас үлкендеу, жасы үлкен. Бізді кейде шыбықпен сабап-сабапты алатын. Мынау Шәуілдір деген жер болатын. Мұның ар жағында Көксарай, бер жағында Загөл деген жерлерде біз өскенбіз енше. Рас па? Рас деп қойса. Міне сояқтың сор топырағын абдан төбемізге шашқан адамбыз біз. Міне Кенже қыз деген бүгін міне осы Күлшығаш елінің табалдырығын аттағанына 60 жылдан асты. 60 жылдан асты. Үшті қоспай міне асты. Асты. Ал енді құрметті көпшілік осында отырған барлықтарыңызда осында өзінен шыққан ұрпақтарынан басқаның бәрі Құда жекжақсыздар. Өмірде қорқыныш пен қуаныш бірге жүреді. Өмірде ашшылық пен тоқшылық бірге жүреді. Өмірде ауырған адам, дені сау адам бірге өмір сүреді. Міне кешегі қиыншылық замандарда міне мына Кенже жеңгем айналайын. Ағасы екеуі шешесін мен әкесін көрген емеспін бұл кісінің. Шешесі Көкшетау деген апамыз болған. Міне соғысы міне біздің ауылымызда, қасымызда қоңшы, ағай, туыс болып міне бірге өстік. Жақсының жақсылығын айт деген жақсы адамды менің әкем Мәнібек. Қыз деген ерте бой жетеді. Кенже қыз бір күні көзге түсіп қапты да, солай менің әкем осы қызды жиеніне әперді ғой. Әперді ғой. Кенже қыз бірге топырақ ойнап жүрген қыз бір күні жеңгеміз болып шықты ғой. Шықты ғой. Ендігі мәселе мынандай дастархан, мынандай жалтыраған шаңырақ, мынандай өмір, мынандай киім, мынандай тамақ жоқ. Кепеде өмір сүру, бір атар қойдың артында жүру. Қазақта мақал бар, еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген. Міне сол тұрған адам мынау. Қой баққан, кепеде екі келін бір кепенің ішінде өмір сүріп бала шағалы болған. Міне еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Міне мына Кенже жеңшем, кешегі міне марқұм өмірден өтіп кетті, өзінің бауыры еді, абысыны. Айналайын, жеңшем, Бейсен жеңгем. Өмірзақ деген мынау Жанзақ құдаларының ағасы Өмірзақ. Міне осы жерде перзенттері, ұлдары, қыздары отыр. Айналайын, міне осылар тырмысып. Қазақта мұндай мақал бар. Жаман қатын төрдегі еркекті төмен түсіреді. Жақсы қатын етектегіні жоғары шығарады деген. Менің екі ағам, әпшем төмен есіктің аузында отырған адамдар емес. Нағашыларының қолында өсіп, міне орта буынды болып өсті. Ол заман сондай, адамның барлығы бірдей. Міне айналайын, міне Кенже қыз, кешегі өмірден өткен Бейсен жеңгем шұпырлатып бала шаға берді. Міне айналайын, екі еркек баланы кеше Өмірзақ көкем ел басқарды. Совхоз директоры болды. Міне мынау Алғабас ауданы Шаянда главный зоотехник деген мамандықта 15 жыл жұмыс істеп келді мына Шаянда. Ал енді Жанзақ көкеме келейін. Жанзақ көкем кеше міне ел басқарды. Мына деген Ағдала совхозының үлкен бір екінші фермасын 10 жылдан аса управлять етті. Міне айналайын, осының барлығы мына екі жеңгемнің арқасы деп білемін. Айналайын, міне жеңше, айналайын, топырағың торқа болсын, Бейсен жеңше. Арттағы ұрпақтарың аман болсын, дендерің сау болсын, айналайын. Міне сендердің қызықтарыңды міне бәріміз көріп тұрмыз. Айналайын, Кенже жеңше,
бойжеткенің құтты болсын. 80 деген қыздың жасы әлі. Құда қаласа Алланың берген жасын жасай беріңіз. Сізге 100 жаса, 200 жаса деп айту болмайды. Алла не береді, соны көреміз. Кенже артыңыздағы ұрпақ, артыңыздағы немере шөбере көріп атсыз. Бәрі аман болсын, дендері сау болсын айналайын. Үлкен азаматтар, азаматшылар болсын. Құрметті көпшілік ағайын, бауырлар, туыстар, айналайын, әсіресе келешек адамдар. Иманды болыңдар. Иманды болыңдар, айналайын қазақ. Қайда кетіп бара жатырмыз? Бір-бірімізді қажау, бір-бірімізді өлшеу, бір-бірімізді тарту, сындыру, жындыру, осындай бәлеге ұшырадық. Айналайын, әсіресе әйел адамдар, қыз балдар, ата-бабаның жолын ұмытпаңдар. Құдай берді деп, үкімет осындай заң берді деп, балаң сабанма, қатының сабанма, айтпаса басқа да қылсаң сотталасың, басқа қылсаң штраф боласың деген нәрсеге мәз болмаңдар. Алла тағала ата-бабамыздың пешенесінде жазған, әйелді өлтіріп қоймаса, әйелді уақытында кішкене тобаға келтіріп тұрған. Ойласаңдар, айналайын, еркек адамды сыйлай біліңдер. Соғыс болса, еркек кетеді соғысқа, әйел ауылда қалады, соғысқа әйел адам бармайды. Елді қорғайтын еркек, үйді қорғайтын әйел боласыздар, айналайындар. Сол үшін айналайын, еліміз тиіш, жұртымыз аман болсын. Міне осында отырған айналайын, мынау құда-құдағилер, сіздер де мына біздің жеңгем ұқсап, кенже ұқсап, жақсылық той, жақсылық көріңіздер айналайын. Аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, той құтты болсын, той ашық дейміз, тоқтайды. В общем, былай. Короче говоря, я вас всех люблю и целую. Рахмет. Көкем әдемі әңгімемен келді, аршаны я вас люблю деді ғой. Көкем жасын берсін, Құдай қаласа. Енді көкемнен тұнып тұрған тарихтың бәрін бір жазбаға қалдырып, бұл кісінің бір сұхбат алып, бір сондай бір тарихты, бір керемет бір көрсетсеңіздер болады негізі. Аман болыңыз. Келіңіз, апа. Көпшілік, менің мынау келінімді сыйлап, осы тойға келіп отқан құдағилар, жекжаттар, туысқандар, бәрілеріңізге де рахмет. Бәріңізде той көріңіздер, шырақтарым. Мен мынау кәріліктің бір жағы, денсаулық не алмай отырып қалдым орнымда. Кешірерсіздер енді, мына балдардың бәрі менен кейін сөйлеу керек еді. Бұл мен мына келіннің енесімін, шырағым. Бабаның кемпірімін, айналайын, жақсылық тілеймін. Ақынының әйтеуір ояғым, бұяғым бәрі айтты ғой, енді ата-бабадан есіткені ғой енді. Әйтпесем шілей ондай заман болған жоқ, бірақ енді аталары кәрі қайтыс болып кетеді. Енді Мөрехан қайнаған соғысқа кетеді. Оның кімнің басында болмады, ондай жағдайлар. Шырақтарым Сөмірзақ қайнаған, Манзақ қайным, әйтеуір етінің тірлігінен шырақтарым әйтеуір осындай қалға жетіп жақсы қызметтер істеді. Елге жақты, жақсы адамдар болды. Бұл ен байланып дегенде болды. Келінім кенже, мен бұл атаға құдаша. Шалымның ең үлкен әкесінің қайынсіңлісі. Содан әйтеуір біреуден біреу әйтеуір неғылып сұрасып дегенде бұйрық үйленді, шүкір болды, қызды болды, елге елеулі, халыққа қалаулы болды. Бір сағының сәл денсаулығы болмай отырғаны болмаса, тірі айналады. Бәрімізде бізге кәрілі, осы артынан ерген келінім деп, құдашам деп, сүйретіліп мен келдім айналайын, кешірерсіздер. Бірінші сөйлеуім керек еді. Сәл енді сөйлеуге шақырып сөйлейін ғой.
бірақ шығайын, жақсылар айналайын, бәрлерің жақсылық көріңдер, той көріңдер. Мынау бізді сыйлап келгендеріңе көп рахмет, өніңдер, өсіңдер шырақтарым. Ал шырақтарым рахатын көре бер. Мынау жаман шалың аман болсын, айналайын. Рахмет апамызға бір ерекше қошемет пен құрмет көрсетіп қояйық Шардат ағай. Серікбайға келдіңіз бе? Ортамызда бар болсаңыз Серікбайға келсеңіз ортаға. Бір ауыз тілегіңізді жалғап, мына батамызды берсеңіз деп арнайы тойымыздың басында шақырып едік. Келіңіз. Рахмет. Келіңіз. Микрофонды ұсынайын. Серікбайға бір ауыз тілегіңізді айтыңыз, лебізіңізді айтыңыз. Рахмет Алматы жолдасына сөз бергеніңізге. Мынау жеже той құтты болсын, құда қаласа. Алланың берген жасын жасай беріңіз, көкем екеуіңіз. Құда қаласа, көкеме күш қуат берсін, жақсы болып кетсін. Осы немере шөбере көріп, еліңіз сау, ойнақ күліп көзі, алдымызда жүре беріңіз. Той ұласын, еш уақытта көңіліңізді жерге тастамаңыз. 18 жасар қыздай болып жүре беріңіз, бізге сондайсыз әлі жеңше. Той-той құтты бола берсін, айналайын. Рахмет. Ал енді құрметті қонақтар, бағана айттық қой, тойымыздың басында ортаға шақырған кезде Жанзақ атамыздың артынан келген ең жақсы көретін қарындасы Нұржамал әпкеміз ортамызда дедік. Мына әрине өзіңіздей жанды бүгін бір ерекше құрметтеп тойымыздың төріне шақырып, әдемі бір тілегіңіз бен батаңызды алсақ деген ниетіміз болды. Қош келдіңіз, өзіңізге ұсынайын. Рахмет балам, көпесі. Қазақта бір сөз бар ғой, теңіздің жанынан құдық қазба деген. Мынау ақыл көкем сөйлегеннен кейін, мына апаларым сөйлегесін, ең үлкен апамыз, бабамыздың келіні Сарап апам сөйлегеннен кейін уже барлық айтатын жақсы тілектердің бәрін осы кісілер айтты. Онда да бір-екі ауыз айтайын. Бұл кісі біздің шаңыраққа келін болып түскен кезде мен 3 жасар қыз тұғым. Әлі күнге дейін есімде осы жеңеше деп 3 жасар кезімде осының етегінде отырғанмын. Жаңа бұл кісілер айтып отыр енді соғыстан кейінгі жылдар, ауыр жылдар енді ақыл көке бәрін айтып шықты ғой, например. Шындық ол. Шындық. Кепе дейді ғой, землянка орысшасы, ондайда да тұрғанбыз. Мен өзім тұрғам, қалған тұрған жоқ. Менен кейін бауырларым тұрған жоқ. Менің заманымда 57 жылдарда, 58 жылдарда біз кепе тамда да тұрғанбыз. Өмір сүргенбіз. Одан кейін қазақты қара киіз үйінде де тұрғанбыз. Қырдың басында жүріп, осы кісінің қасында жүріп, қой да баққан мен. Мен даже кейде таң қалам, 6 жасар қызды түйеге мінгізіп, қойдың артынан жіберіп жүретін мені, атқа мінгізіп. Соған енді ұят болса да айтайын. Тірі адамның тіршілігі бар ғой, например. Мен жол аттан жерге түсіп айттым тұғым сол заманда. Түйеден түсіп айттым. Түйе деген бәлемен шөк деген сөзімді ол мойындамайтын тұғым. Сондай замандарды талайын көрген мен, шын айтқанда. Мен де көргем. Бұл мынау жеңем көріп тұрсыздар ғой, міне қазір 80-ге келіп отыр, аққудай. Сол 17 жасында аққудай болып мен ағам қолына қонған бұл кісі. Айтайын дегенім, жаңағы Жанзақ көкемнің артынан ерген, біздің ұрпақтағы ең үлкен менмін. Жаңағы кісі айтып жатыр ғой, ең жақсы көретін қарындасы екен деп. Ол да рас енді бір жағы. Бірақ талай мынақта қарындастар бар, олар сәл қызғанып қалуы мүмкін. Бәрін жақсы көреді Жанзақ көкем. Сол кенжеке неғып дейін сізге. Енді көп сөйлеп тойды мазасын алмайын. Ұзақ өмір сүріңіз, денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз, сырқамаңыз. Мынау рахаттанып осындай жасқа келгеніңізде, мынау немере шөберелердің рахатын көріп, қолыңызды ыстық суға малып, келіндеріңізді жұмсап, қара шаймен сүт қатқан қара шайыңызды ішіп, менің ағамның қасында аман есен алқайып отыра беріңіз. Ағам әлде болса ұзақ өмір сүрсін, Алла қаласа жазылып кетеді, оның бәрі Алланың қолында. Сен мені өте жақсы көрем, туған күнің құтты болсын. Рахмет айтқандарыңыз келсін. Енді ардақтағай құрметті әулетіміздің үлкендері мынау шықта да қаншама сөз айтылғанымен
жүректегіні, шын ниеттегіні ғана Алла қабыл етеді. Сондықтан мына тілек пен баталарыңыз шын жүрекпен беріліп жатыр. Жүрекпен келген әрбір лебіздеріңізге Алланың нұры жаусын. Енді осы бір тамаша кеште арнайы сый-сияпат тапсырдық. Суреттесіп алайық енді, жақсылап келіңіздер. Одан кейін тамаша кешімізді ары қарай жалғастырайық. Той екенін ұмытпайық. Қанекей. Қанекей, ортада фотограф назар аударсаңыздар, қанекей жақсылап бір естелікке суретке түсіп алсаңыздар. Рахмет. Олай болса баршаларыңыз Алланың нұры жаусын деп ақ дастарханның төріне қарай шығарып саламыз. Төрге шығыңыздар, орын алыңыздар, жайғасыңыздар. Қанекей, біздің осында отырған ағаларымызға ортадағы орындықтарды алсаңыздар. Алларда тағайын бүгінгі кештің шымылдығы ашылды, ақ батасы алынды. Алдарыңызға бұйырған асқа дәмге қараңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Арнайы сіздердің құрметтеріңізбен мынау бүгінгі апамыздың тойында үлкен аста дайын болған екен, ыстықтай дәмді ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Асты ортаға шақырайық, қашқалайық, қабылайық. Рахмет. Қызығымнан ортаймас қазағымның әулеті, дос-жарыңмен ортаймас дастарханның дәулеті. Саяқ бұл тойға шықты сал селлер жасында, даудың өзін шешітті дастарханның басында. Атамыздың асынан үлкен емес, тақпиық жыланның да басынан шығарған ұлы Аққұйып десе, алдарыңызға келген асқа дәмге қараңыздар, астарыңыз дәмді болсын ағайын. Олай болса, мінекей апамыздың құрметімен арнайы дайындалған бейне жазбаны назарларыңызға ұсынамыз. Астан дәмнен алыңыздар, назарларыңыз экранда болсын ағайын. Жарықты өшірейік, экранды қосайық. Сенен ғана бақытты сезімдім мен сенен ғана, сен жанымнан алыстама. Өзің ғана жанымды жалатқанда сезімімді оятқанда. Жасырам енді қалай сүйгенімді, мен өзімді, тек өзімді. Өзің ғана, жанымды жалатқанда, сезімімді оятқанда.
Ал енді құрметті қонақтар, бүгін тойымызды жасап, әрине ауыл қыздарын баршасы бірігіп жасап жатса, енді қара шаңырақта Бауыржан ағамызды мен ортаға шақырып келіп тұр. Бауыржан аға келіңізші бір сәтке. Бауыржан аға бір күшті, бұл кісі бір ақ көңілсіз екен енді, келіңіз. Бауыржан аға, той құтты болсын. Рахмет. Енді мына қазақ айтады ғой, келген қонаққа тамағыңнан бұрын қабағыңды бер дейді. Енді сіздер той иелері болғаннан кейін сіздердің қабақтарыңызға осы ағайын барша келіп отырған қонақтар қарайды. Сондықтан бүгінгі көңіл күйіңізді білгіміз келіп тұр аға. Бағана тойдың басында кәдімгі Жанболат пен Жазира ұқсап шықтыңыздар, енді вообще супер шықтыңыздар. Көңіл күй қалай аға? Жақсы шүкір. Бір арыстың даласын дірілдетіп жіберетіндей қылып бір қатты даусыңызда, бір тембріңізда мықты, бір күшті қылып айтыңызшы кәдімгі. Бауыржан аға, көңіл күй қалай? Жақсы шүкір. Аллаға шүкір деп қойсаң күшті. Тамаша. Дәл осы көңіл күймен енді Бауыржан аға, мен бағана сізден байқадым, бір бойыңызда бір ерекше қасиетті байқадым. Ең бастысы осы анамыздың қолын жылы суға малытып, ақ тілегін, ақ батасын алып отырған қара шаңырақтағы ерекше бір ұлының бірі өзіңіз. Солай ғой. Сондықтан дәл қазір мен сізді анау естен шығарып жіберемін. Енді алысқа далаға кетіп қалып жүрмеңіз. Күшті музыка қоямыз. Анау Нұрлан Қоянбаевтың түнгі студиясы бар ғой. Тур сол сияқты екі қолды кәдімгі жоғары көтеріп, бүкіл ағайынға екі жаққа бір айқай шумен ортаға шығасыз. Сөйтіп барасыз да мамамыздың бетінен сүйесіз, и обратно келесіз. Сол кезде настроениеңізді көреміз. Аға, мына былай қарай оңға қарай шығыңыз. Андай бір без настроение, кәдімгі андай келіп жүрмеңіз тағы да. Жарай ма? Күшті болып шығыңыз, бағана ән айтқан сияқты болып ше. Ал ардақтаған құрметті қонақтар, алдарыңызда асылдардың сынығы, тектілердің тұяғы, жақсылардың жұрнағы, бүгінгі кештің, бүгінгі тойдың иесі, Қалдығыз апамыздың ұлы, қара шаңырақтағы, қара шаңырақтың тұтқасы десек болады, бір туар азамат Бауыржан ағаны ортаға шақырамыз ағайын. Шаршамасаңыздар айғай шулап, қошемет дайымай шығарген. Ал кетті! Бауыржан аға! Билек! Тикосен! Еркекпін мен, бір ғасырда бір туатын еркекпін мен. Жауға сырын айтпай тұғын, айтқанынан қайтпай тұғын. Еркекпін! Тастан соққан үстіңе, сәулім алтын хан сарайда бір бар. Ол хан сарай, әкем жүрген еркекше, мен де жүрем дәл солай. Еркек туар еркектен заң солай. Қайтадан келгізесі бастау біз билеп атыр. Жібер музыка, ал кел! Айырмай шағалақта! Тастан соққан үстіңе, сәулем алтын хан сарайда біреу бар. Ол хан сарай, әкем жүрген ерекше, мен де жүрем дәл солай. Еркек туар еркектен заң солай. Өзі әрең бейгіп келе жатыр еді. Оны жолдан ұстапқан. Келіңіз, Бауыржан аға, ортаға келіңіз. Керемет. Мен айттым ғой ағайын. Бауыржан аға, шыны керек аузын ашса не толқы жүрек, аяқ киімнің размеріне дейін көрінетін жігіт қой негізі. Көріп тұрсыздар ғой қандай ақ көңіл. Ана жерге барды, билет тоқтады. Апамның қасына барып бетін сразу сүйема деп артында тұрып билеп жатыр, білмеймін не істеп жатқан. Бірақ енді әйтеуір анамыздың разылығын алып бетінен сүйіп керемет бір кешімізді жасап жатыр. Бауыржан аға, апамыздың енді бүгін барынша көңілін тауып жатырмыз енді. Өміріміздің соңына дейін дәл солай разылығын алуды нәсіп етсін деп жатырмыз. Бүгін тойға келген ағайынға жұғысты болсын деп, апамыздың тойында сыйлықтар бар деді ғой. Рас па? Рас. Арыстың ортасынан 8 бөлмелі
үй деді ғой. Дұрыс па? Дәл сондай. Дәл сондай дейді. Еще хозяинімен деді. Сол сыйлықтарды ортаға алып келейікші ғанеке. Бауыржан ағам өзіңіз бересіз қазір. Сыйлықтарды 4-5-еуін алып келіңіздерші. 1-4-еуін, 4-5-еуін алып келіңіздер. Призлерін бір 4-еуін. Рахмет. Ана жерде дүниенің заты жатыр, арасынан тауып аласыздар ма? Қанеке алып келсеңіздер, бір 4-5-еуін алып келіңіздер. Жоқ, осы жерге қойсаңыз, жерге қоя салайық. Жоқ, осы жерге қойыңыз. Кристиан Диор деген бір жерден шығып жатыр ма? Қалай өзі пакет? Бүгін көп. Ал енді құрметті қонақтар. Ал енді құрметті қонақтар, мынау Кенже қыз апамыздың тойында Бауыржан аға кетіп қалмасаңыз, келсеңізші. Бірінші сыйлықтарды беру ешқандай қиын емес, болып жетеді сыйлықтар. Сыйлықтарды алу ешқандай қиын емес. Бауыржан аға өтірік болса өтірік дейсіз, рас болса рас дейсіз. Тек дұрыс жауап берілсе, соны ғана сыйлықпен марапаттаймыз. Келсіз қой. Ал олай болса бірінші сұрақ Кенже қыз апамыздың өмірінен алынған сұрақтар болсын. Апам өзі қобалжып жатқан сияқты, менде қандай сұрақтар бар деп отырсыз. Бірінші сұрақ, апамыз ұл қыздарын еркелеткенде айтатын сөзі қандай? Немерелерін, шөберелерін болады. Еркелеткен кезде айтатын сөзін күшті қылып айтып бергенге сыйлық беремін. Кім біледі? Аха, вообще еркелетейік десең. Жоқ па, айтамаймын, келші. Жіберші, бір музыка жіберші. Рахмет. Есіміңіз кім? Нұркен. Нұркен, кім болып келдіңіз? Немересі. Немересі. Нешінші? Нешінші емес, ең жақсы көретін немересі де. Ең жақсы көретін немере. Апам не деп еркелетеді деген. Апам не деп еркелетеді? Немере ұл қыздары, шөберелерін. Бұзау мұрын дейді мені. Бұзау мұрын дейді күшті. Болды ма? Бұзау мұрын дей ма, болды ма? Бір күшті қылып айтайық та енді. Бұзау мұрын, тұрса екіңнан. Кешегесің ғой мектептен дейді. Күшті. Дұрыс ба? Дұрыс. Аға, бәрі дұрыс ба кісіге? Әйтеуір болса болды. Ал, мына ішінде не бар екен? Міне, как раз керек. Рахмет. Құтты болсын. Өзіміз алып отырмыз енді сыйлықтар. Келесі сұрақ. Апамыз қатты ашуланып ұрысқанда айтатын сөзі бір күшті қылып айтып бергенге бірден 2 сыйлық беріп жіберемін. Апам ашуланған кезде айтатын сөзі бар ма білетіндер? Жоқ, сіз алдыңыз ғой енді. Өзі бір ғана немересі бар сияқты, бұзау мұрын тұр, сабақтан бір рет айтылады, екіншісінде вообще басқаша айтатын сияқты. Бар ма? Апам ашуланып, келіңші көке. Жүресіз. Рахмет. Көке, келсеңізші бір. Ой, көке, келсеңізші. Жүресіз орысыға. Рахмет. Қазпоштадан айлық алайын деп отқан сияқты. Рахмет, көке, есіміңіз кім? Еркінбек есім. Еркінбек, құдасыз ба? Мен Кенже қыздың күйеуі боласымын. Сіздер білесіз. Жансақтың бажасымын. Әпке құтты болсын төрге шыққаным. Осы кісілер біледі ғой енді қайтып ашуланатынын. Не деп ашуланған кезде не деп айтады? Бұл кісінің өте үлкен қарғысы тұқымың көбейгір дейді. Келсеңізші көке. Подарка берейік та енді. Ойба, мына кісі. Бір орында бір саудың өзі қиын екен көкем. Дұрыс па? Дұрыс. Бұл кісіге бір сұрасаң да сұрамасаң да дұрыс болсын. Рахмет, алыңыз. Осындай кезде подарканы алып қойсаңыздаршы. Дұрыс айналды, мен бұл жерге не іздеп келген жоқпын. Ілінбе дәулет іздеп жаманатқа, өлмейтін жан табылмас жамағатта. Аз өмір тәніңдегі аманат қой, әкеңнің құны бар ма аманатта дейді. Әпке сізді 100 жасыңызда көрейін. Рахмет. Тағы бір подарка беріп көру керек еді, арғы екінші шумайшыларын беттеп қоямын.
Шапалақ қойыңыздар, құрметті қонақтар, рахмет, керемет. Ал, келесі сұрақ. Апамыз қай жылы, қай айда, қай күні, қандай отбасыда дүниеге келетін? Андай бір тарихты айтып емес, бір қысқа нұсқа айтып беретін қонақтар болса. Қысқа нұсқа айтып беретін. Келіңіз. Рахмет. Есіміңіз кім? Гаухар. Кім болып келдіңіз? Апамның сүйікті келіні. В общем, бәрі сүйіктілер екен да, иә? Бағана Нұржамал әпкеміз айтып мақтап шығарған екен, бәрі сүйікті болып кеттіңіздер ма? Ал, бірақ негізі ұқсайды екен келіні. Апа өзіңізден айнымайды екен келініңіз. Қай жылы, қай айда, қай күні, қандай отбасыда дүниеге келді? 1941. 41 жыл болатын болса, примерно ойлап отырмыз енді. 80 жасқа не әбік кешті болып жатыр деп. Июль. 4 июль. 5 июль. Тағы 3 күн қызметте жүріп шамалы шаршап қалған. бір толық қылып айтайықшы, қай жылы, қай айда? 1941 жылы туылса деме ойлап жатырмын. Я кеш 3 жылдан кейін бар 80-ге толып жатыр деп қоямын. 44, 5 июль. Бір палқышқасының несін айтып жатқан сияқты. Күшті. Қандай отбасыда дүниеге келген? Мына жақта біреуіңіз барсыздар ғой, мен подсказка беріп жатқан. Сіздерге қарайды. Міне, рахмет, шаршамаңыз. 3 күннен бері. Рахмет. 3 күннен бері дастарханның бәрін осы кісі жасаған сияқты. Рахмет. Келесі сұрақ, құрметті қонақтар. Апамыздан тараған неше немере, неше шөбере бар дәл қазіргі уақытта? Ал, санаңыздар. Сен анау кетіп жатыр ғой же. Пәленше анадан тараған мынандай бар, мынадан санаған мынандай бар. Одан санаған, үшін бей ашып жатырмыз енді. Қанша бар? Кім біледі? Қанша немере, қанша шөбересі бар апамыздың? Кетті. Ау, келіңіз. Рахмет. Сіз қандай сүйікті адамысыз ол кісінің? Сүйіктісі ма? Сүйіктісі ма деп қой, сүйікті келіні ма? Тамаша. Немере келін ба, или кәдімгі өзінің келіні? Немере келін. Есіміңіз кім? Самал. Самал. Апамнан тараған қазіргі уақытта неше немере, неше шөбере бар? 26 немере, 27 шөбере. Қайықтан санадыңыз? Санадым. Көріп ағамды кісі. Жақсы, міне, подарканы береміз. Күшті. Рахмет. Күшті бар ғой, өзіміз алып атырмыз. Қазір подарка жетпей қалса ше, қайтадан алып қоямын бар ғой. Ал, құрметті қонақтар, келесі сұрақ қоймайым. Апам төркіні қайда отырсыздар? Апам төркіні. Шапалақ ұрып қойыңыздар, шкәң апам төркіні. Сіздер төркіні емессіздер ғой. Апам төркіні. Төркіннен бір адам кесіш подарка береміз болды. Апам төркіннен осы тойға келіп, ешқандай сұрақ қоймаймыз. Келіңіз. Кім? Келіңіз. Бір музыка қойшы, көген бір билеп шығады сияқты. Жігіт нағашысына тарта дейді, Бауыржан аға тур сіз сияқты билейді деген ана. Рахмет, той құтты болсын. Есіміңіз кім? Асқар. Апамызды кім боласыз? Інісі боламын. Туған інісі, иә? Иә. Бәсе, Бауыржан аға сізге вообще қатты ұқсап кетті. Негізі билейді. Міне аға, сізге ешқандай сұрақ ештеңе қоймаймыз. Біз айттық, апамыздың төркіні болғаныңыз үшін біз арнайы подарканы беріп жатырмыз. Біліп тұрмыз, осы подарок үшін келіп жатқан жоқ екеніміз, бірақ біз бергіміз келді. Рахмет. Рахмет, шапалақ ұрып қойыңыздар. Ал, ардақты ағайын, олай болса керемет кешті ары қарай жалғастырайық. Мына біз қазақ құдасын құдайындай сыйлағанымыз десек, мінекей төрімізден орын алып отырған қадірлі құдаларымыз келіп отыр.
Тынышбек құда бастаған Сайлыбай құда, Сұлухан құдағылар, Әлімжан құда, Өсер, Жанар, Рахым, Гүлжамал, Марат Бағила, Сәкен Назира, Бақытжан Сара, Рыскүл Ерлан, Айдар Айжан, Қуанышбек Рая, Көкбай Жәмилә, Марат Ләззат құдағылар бастаған барша әулетіміздің құдалары, құдағилар, құдашалар, келіңіздер, ортамызда тамаша кешімізді ақ тілекпен жалғасаңыздар. Қойылымыз, билер шығайық, кәдеге. Апама мына жерге ма дастархан жасап бере салғандыңыздар ма? Қайта жоғарыдан түсіріп olsun. Ал, қадірлі құдалар, құдағилар, қош келдіңіздер. Енді мына бүгінгі тойымыздың төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Енді келісіп пішкен тон келте болмайды. Мына әдемі тілекті, әдемі лебізді, басыларымыз ақтарайық, қысқан нұсқа етіп ақтарып берсеңіздер, бүгінгі кешімізді той етіп, әдемі ән би жырмен өткізсек деген ниетіміз бар. Ендеше рұқсат болса, құдаларымыздың жолымен, жөнімен келген үлкенімізден бастайық. Құдамыздан бастаймыз ба? Келіңіз, құда, өзіңізде бір ауыз. Бере берсе де сіздерге арасуға. Söyleyeyim mi? Şarkı versinler şey onda. Құрметті қонақтар, күлмесіңдер ше. Қашаны жүретпесін, жүзге келеріміз, өзіміз-ақ кетеміз ғой, бере берсін деді сөзді. Құрметті қонақтар, жақсы отырсыңдар ма? Біздің Кенжегүлдің тойында ешқайсы өкпелеміңдер ше енді. Той жақсы өтсін, тамада да жақсы бол екен. Бәріңе рахмет, маған сөз беріп тұрғандарыңа. Кенжеңіз, жасыңа жас қоса бер жаным. Осындай жібектей болып өсе бер. 80 дегенді көресің ғой, енді 80 дегенде онша емес екен, онша. Айтқанмен. Ар жағын көрердеріміз енді. Мына бала шаған қызыңа тоймай жүре бер. Біздің жаңағы жолдасың енді қарайып қасында жүре берсін. Алла нәсіп етсе жазылып кетер. Мына балалардың қызығын көріп, мына Қазақстан еліміз көгeye берсін, көгере берсін, өніңдер өсіңдер. Мына жас балалардың бәрі біздің ұрпақтарымыз ғой, біздің келешегіміз. Бұлар да бақытты баянды бола беріңдер, құдашалар, құдағилар, барлықтарың. Балалардың қызықтарына тоймай жүре беріңдер. Осындай жақсылықта тойда кездесе берейік, біз кемпір болсақ та. Сендерге де Алланың берген жасын жасап тойлап жүріңдер. Мына тамадаға өте рахмет, жақсы бастап өтсін. Рахмет жаным, бірақ сәл ұялып қалдым мен жаным. Шақпы киіп шығуым өретті, ана кісінің жолы еді ғой. Шаса алмайды енді, ондай болып еді. Ұзақтан келгесін шаршап кетіп деп бергесін ғой, рахмет жаным. Тойларын тойласа берсін. Аз сөйлейікші. Жейшем ғой мен. Құрметті құдаларыма той құтты болсын. Енді о жанызақ көкем семьясымен мен өмірім тағдырлас енді. Мен өзім
20 жасында армиядан келгеннен кейін ол жанзақ көкем тәрбиесінде болғам. Бәрі біледі оны. Иә. Не дейміз, женше, ол кісі кешегі де женше болған, енді құдағи женше болды ғой маған енді ол кісі. Деніңіз сау болсын. Айтатын әңгіме көп қой, бірақ айтатын сөйлейтін адамдар көп. Иә, Құдайдың берген жасын жасай беріңіз. Рахмет, шынында да жүрекпен тілекпен келдік бәріміз. Сондықтан қысқа нұсқа тек қана тілек айтайық, тарихтан көз жүгіртпей қойып, құрметті құдалар. Келіңіздер. Ал, құда, өзіңізге ұсынайық бір ауыз тілегіңізбен. Ассалаумағалейкум, құрметті құдаларым, ағайын, туған туыстар, құдай жекжат, қыздарым, балдарым, немерелерім, келіндерім, балдарым. Бүгін тұңғыш құдам жанызақ болса, екінші құдағиым, тұңғыш құдағиым келді. Құдағиым 80 жасқа толып отыр. 80 жасы құтты болсын, денсаулығы мықты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, немере шөберене рахатын көріп, осы той бәрімізге жұғысты болсын, тойға ұласа берсін. Құрметті жамағат, ақыр заттан, асыл заттан сөзден туады, сөйлеместен неден туады. Сөйлей шешен боласың, көре көрсен боласың дейді. Айналағайын, құдамның ішіндегі ең мықтысы, құдағиымның ішіндегі, құдаларының ішіндегі. Менің айтатын тілегім құдағиыма немере шөбересін көре берсін, өмір жасы ұзақ болсын, көргені жақсылық болсын, семьясында береке қуаныш болсын деп, арнаған өлеңімді ашып берейін, айтпамаса соба. Ой, қара жер қыз болғанда қуаңдаған, дауысым өлең айтпай жуандаған. 80 жасқа құдағиым кенже толған кезде денемде жер қалмады, қуанбаған. Өлеңді айт дегенде ағыламын, жастық қарақтарын сағынамын. 80-ге келгенде құдағидың қалдауыстарын сағынамын. Өлең деген немене білген құлға аузынан шыққан сөзін бәрі қылja. Әу дегенде өлеңді айта бермей қысылып қымтылатын деп орында. Ендеше шынадырақ, айтамайдай суалдырақ. Осында 80-ді тойын құтты болсын. Құдағидың өлеңді айтайық та бір алдырақ. Өлеңді айт дегенде ағыламын, жастық қарақтарын сағынамын. 80-ге келгенде 100-ге келсін. Құдағидың қалдауыстарын сағынамын. Өлеңді айт дегенде іркілмеймін, жөнде ақбекенің үзілдеймін. Біздерден сұрағаным құдағи өлең берді, алдында жермей жепті өзілдеймін. Өлең деген немене білген құлға аузынан шыққан сөзі бәрі қия. Әу дегенде өлеңді айта бермей қымтылатын не бар мұнда. Берейінші, Алла тағала құда қуат берсін, семьеңде береке қуаныш болсын деп, енді осы қысқартып, той-тойға оласын деп астаға микрофонды берейінші. Алла той-тойға жалғаса берсін, өмірлерің ұзақ болсын, көргендерің жақсылық болсын. Беретін құдағиыма марапатымды берейін астаға жолда. Рахмет. Рахмет, негізі бүгінгі тойдан осы кенже қыз апамыздың жолы деген сияқты бір кітап жазсақ болады деген негізі күшті әңгімелер айтылып жатыр, күшті өлеңдер жазылып жатыр. Шыны керек, құдағилар келіңіздер, қысқа нұсқа қылып, бір әдемі тілектеріңізді, лебіздеріңізді білдіріңіздер кәнеке. Кенже құдағи бүгінгі мына мерейтойыңыз құтты болсын, тойыңыз тойға жалғаса берсін. Болашақта 80 емес 90 жылдық тойларыңызда да куәсі бола берейік. Әрдайым денсаулығыңыз зор болсын. Алланың берген жасын жасай беріңіздер. Құда да денсаулығы мықты болып аман болсын. Тек қана осындай үлкен тойларда кездесіп, тойларыңыз тойға ұласа берсін. Рахмет, олай болса құрметті қонақтар, әрине баршамыз осы тілектегі қосылатын болсақ, қайсысы? Келіңіздер. Мұнда чөсқа құдаларымыз тұр, келіңіздер. Құрметті қонақтар, құрметті құдалар, ассалаумағалейкум. Міне бүгін өте керемет қазақтың салтымен анамыздың 80 жасы тойын тойлап отыр құдаларымыз. Жаңа ақаң бүгін жақсы әңгімелер айтып кетті, өмір тарихын айтып кетті бұл кісілердің. Қандай өмірден өткен, қандай болашаққа бара жатқандарын, жастарға деген тілектерін жақсы өте айтып кетті.
Мен не деймін бұл отбасыға? Жақсылық тілеймін, отбасыларыңыз аман болсын. Құда қаласа апа, жасыңыз, Алланың берген жасын жасай беріңіз. Жанұзақ құдамыз құда қаласа жазылып кетсін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Шөбере немелеріңіздің қызығын көре беріңіз. Рахмет, ұлымызды қадірлі құда-құдағылар баршамыз ортаға жақындайық. Жақсы бір естелікке суретке түсіп алайық. Келіңіздер. Ортаны толтырайық. Бүгінгі күннен ертеңге қалатын естелік болып қалсын. Апамызды ортаға шақырайық ешқанекей. Әдемі қалпымен, әдемі сәтте, әдемі кештен керемет бір естелікке суретке түсуге шақырсақ. Келіңіздер. Құда-құдағылардың ортасына шақырайық. Қанекей апамызды ортаға алдырайық. Қанекей жақсы бір естелікке суретке түсіп алайық, құрметті қонақтар. Апамыз ортаға алайық. Апа ортаға келіңізші. Апа ортаға келіңіз. Кенжесін апа ортаға келіңіз. Қанекей баршамыз жақсы бір естелікке суретке түсіп алсаңыздар. Ардақты ағайын баршаларыңыз ортаға дәл осы құда-құдағилардың құрметімен шоқ-шоғынан биге шақыруға рұқсат етіңіздер. Алғашқы би сіздердің құрметтеріңізге қанекей той құтты болсын. Қанекей бүгінгі биге қосылайық.
Айдар құдағай деген Айдар құда келіңізші ортаға. Келіңіз. Ал ардақты ағайын баршамыз ақтастырған төрден орын шайғасып алсаңыздар, мінекей құда болса құрдасындай болсын дейді. Мінекей бүгінгі кешімізді апамыздың тойына деп өзінің ән шашуымен келген Айдар құдаға бір шапалақ ұрып қояйық, шабыт сыйлап қояйықшы. Ал тамаша әнді қабыл алыңыздар, құданың сіздерге арнаған ән шашуы. Рахмет. Болсаң дәм татып, ауылыма менің бара кел. Сан жылдар бойы аңсатып, сағыныш жолдың маған тек. Еліңде жомарт жерім бар, қалағаныңды ала бер. Жатсынбай сырлас бола бер. Еліңде жомарт жерім бар, қалағаныңды ала бер. Терісі сіңген ұмытпа, анамның шытын ала кел. Рахмет, мінекей Айдар құданың әдемі әннен кейін керемет кешті әрі қарай жалғастырайық, құрметті қонақтар. Ал ендеше қадірлі ағайын баршамыз ақтастырған төрден орын алып алсаңыздар, мінекей керемет кешімізді тағы бір ақ тілекпен жалғайық. Жалпы осы тойымыздың төрінде Кенже апамыздың төркіні мен жиендері келіп отыр. Оңбасын апамызбен Берік Қаракөз, Рашид, Серік, Гүлмира әпкелеріміз бастаған Асқар Алма, Еркінбек Жалғас, Назар Бота және де Бауыржан Жұлдызай, Ғалымжан Бақтгүл, Құрман Рая, Садық Нұрсұлу, Гүлнар, Жандарбек, Гүлмира әпкелеріміз бастаған қанекей апамыздың төркіндері келіңіздер, ортаға билеп шықсаңыздар.
апамыздың мінекей төркіні шығып, апамыздың жүзі жайнап бағына сіздер шығады дегеннен келіп отырып алдым мына жерге. Сондықтан мына тойға қош келдіңіздер, көргенімізге қуаныштымыз. Ал, ақ тілекті қайсымыздан бастаймыз, келіңіздер. Келіңіз көрген. Рахмет айлайды. Ал құрметті мына тойға келген жақсылар, құда жекжаттар, ағайын туысқан бауырлар, мына бүгін кереметтей той болып жатыр бұл той. Мына зәулім күмбезі көкпен тілдескен, қан сарайындай сарайда дүбірлетіп той қылған, көгендеп қойып қой құрған, қазы-қарта жал-жая алдымызға қойдырған, мына Төрехановтар әулеті, соның ішінде мына менің айналайын қайынбикем, мына Жанзақ маған ағам, әрі бажам. Кім айтпақшы? Ақыл айтпақшы. Аға, той құтты болсын. Мен Мадиярдың жиенім ғой, білесің. Ал енді ағайындар, мына менің қайынбикем енді Алланың сынағына душар болды. Мына Жанзақ бажам менің бүгін келемей қалды. Мына әйел деген өзі апиын сияқты. Менің қайынбикеме мас болып біраз сондай дүниенің жалғанын қызығын көріп жатыр ол кісі. Құда қаласа кісі Құдай демеу берсін. Әпке, Құдай жанына шуақ берсін, тәніне қуат берсін Алла. Ал енді мен сіздер тұрғызайын, келіңіз. Жағымына тамада айтып еді, сіз туралы айтып берді. Бергі ортаға келіңіз, келіңіз. Міне, қандай керемет, қараш. Баяғының қыздары ғой. Баяғының қыздары кереметтей қымбат болған себебі сымбат болған. Міне ажары айдай, мінезі майдай, мықаны қылдай, бітімі сымдай, аяғы оқтай, көзі шоқтай, жүрек оттай. Менің әпкем кешіңізге бір қол соғып қойыңыздар екен. Ал енді айналайын ағайындар, бұл керемет қой, 80 деген оңай емес. 80-нің сеңгіріне шығып, 90-ды тоғыттан шалып, 100-ді жүзіге өтіп құда қаласа. Енді 100-дің тойын көр, осы ағайын туысқандар бар, іні бауырлары бар, күйеу балдары бар. Бәріміз өз жерден бас қосайық айналайындар. Ал енді жаңа айтып отырмын ғой, әрі бажам, әрі ағам. Сондықтан мен ол кісіге айтайын, құда қаласа, Құдай қуат берсін, дені сау болсын. Мен айттым жаңа, апиын сияқты. Енді менің кенжеғыз әпкемнің апиыны қайтып, Алланың нұры жауып, орнынан тұрып, келесі 100 келгенде тойға келейік. Ал енді айналайын, бауыржан қайдасың? Бауыржан, бұл кісінің алтындай ұлдар қыздары бар. Мына қарғадан қарға туар қарқылдаған, жақсыдан жақсы туар жарқылдаған. Дегендер мен жақсымын толып жатыр, пайдасы өз басынан артылмаған. Алаштың адамының бәрі мәлім, кім қалды таразыға тартылмаған. Тақылдап пысқысынып сөйлейтін көп, ек күнде үш қараттай қарқындаған дейді. Жақсыға дәулет бітсе бақ байладар, жаманға дәулет бітсе бас айналар дейді. Мына заманда бас айналып жүргендер көп. Бірақ Құдай сол бақытты дәулетті күте білу керек, үлкенге құрмет кішіге ізет білдіре білу керек. Міне сондай керемет ананың бірі. Айналайын бауыржан. Ана деген аяулысы адамның, ана деген ақылшысы қоғамның. Ол бар жерде ортаймайды қуаныш, ол бар жерде жоламайды сағынның. Ана деген жарылқаушың жарық күн, ана деген сыйлатын тәңірің. Жасасын, жасай берайын бауыржан. Рахмет, негізі іштегі талант ол бойға сыймайды ғой, шыққысы кеп тұрады. Шапалақ ұрып қойыңыздар, қандай керемет. Келіңіз аға. Айналайын, осылардың тойын басқарған ба мен бетін ашты. Рахмет, келіңіз аға. Сен айтып кеттің, ұмытып кеттің. Ақылжан, мынау айтып отырмын ғой жаңа. Бұл кісі Маңғытайдың қызы, Төрехановтар әулетіне келін болды. Мен Құтжығашпын. Бұл кісілер Құтжолдықтар әулеті. Сол Құтжолдың 6 баласының бір қызының күйеу баласы менмін. Ең үлкен кәриясы мына кісі Құтжолдың қызы, білесіз оны жақсы. Қыздары Маңғытайдың қырмызыдай, аспанда аймен күннің жұлдызындай. Жұлдыздар жұлдыздармен жарасын деп, соларға бізді қосқан патша Құдай. Рахмет. Қалая үйленіп қойдым, Маңғытайдан қыз алу керек еді деп ойлап қалдым, сіз сияқты болу үшін. Рахмет. Ал, келіңіздер, келіңіз әпке. Ал, әпше жаным, әпше тайым. Шешеміздің көзін берген әпшем. Мына бүгінгі 80-ге толған туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Көкем екеуіңіз бір жастықта қартайып, 100-ге келіңіздер Құдай қаласа. 100-ге келгенше осы аяғыңыз талмай осы үйінде жүгіріп жүре беріңіз. Бейнеттің денесін көріп жатсыз мынау. Қыстайсыз.
Рахмет, апа, мына жерге сұрайықшы, келіңіздер. Ой, аға. Рахмет, келіңіздер, бір ауыз тілек болсын. Айналайын. Туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Құда қаласа, сексен десеңіз, жүзге келіңіз, осындай жақсылықпен амандықта жүріңіз. Айналайын әпше, талай білем, Қазақстанның бүкіл күресінде жүрдім ғой, мені постоянно поездға жүгіріп келіп, сөйтіп жүрдіңіз ғой маған. Мен Қазақстанда жүріп, Россияда жүрдім, ұшып келіп жүрдіңіз, әне сол әлі есімде. Мен үшін поездға жақын жер ғой, мына жерде үйдегілер келе алмайды. Сіз жүгіріп келіп мені талай Россияда да Қазақстанымның барлық жерінде жүргенде сіз мені қасымда жүрдіңіз әпше. Ей жаным әпшем, соны білемін. Ей жаным. Рахмет, құрметті нағашылар, әрине апамыздың төркіндері басты-басқамыз тілек ақтарсақ әрине. Реніш жоқ па, ешқайсымызда реніш жоқ па, апамызды ортаға алайық, онда бір жақсылап суретке түсейік, келіңіздер. Бүгінгі күннен қалатын естелік болсын, қанекей жақындаңыздар. Торқалы тойларыңыз құтты болсын, апамның мінекей мерейін өсіріп келіп отырған баршаңызға Алланың нұры жаусын, қанекей жақсылап бір естелікке суретке түсіңіздер. Той құтты болсын.
Осы рахмет. Тур бір көк жүгірейді өздеріңіз айтып отырсыз билетіңіздер енді. Күшті. Кәнекей жайғасайық, ортаны ашайық. Қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, баршамыз ақ дастархан төрінен орын алып жайғасып алайық. Тойымыздың басталғанына өзі бір-ақ сағат болды. Бәріміз әрине жиналып бір қайтып атқандарымыз бар, сондықтан сабыр етіп отыра тұрсаңыздар. Апамыз күнде 80-ге толып жатқан жоқ, 80 жас күнде тойлап жатқан жоқпыз ағайын. Баршамыз назарымызды ортаға аударайық, бүгінгі тойымызға атсалып қатысайық. Ал енді құрметті қонақтар, олай болса бүгінгі кешімізді бізді тағы да бір сыйлықтарды тапсыратын кезеңге келдік деп ойлаймыз. Енді шыны керек осы апамыздың тойында өнер көрсетіп, біз ниет ететін халықпыз ғой. Бір жұғысты болсын деген ниетпен, өз еркімен ортаға келетін бір 5-6 қонақ болса, бар ма сондай? Мен даусым естіліп жатыр ма деп ойлап қойым, кейде естіліп жатқанда жоқ сияқты. Қанеке бір 6 қонақ келсінші ортаға. Өз еркімен, ағам бастады ғой, жіберші музыка. Красавчик. Тойықты болсын. Ортада қаласыз ба, или сыртқа кетіп бара жатсыз ба? Жақсы. Ал, бар ма өз еркімен ортаға шығатын қонақтарымыздан? Келіңіз. Келіңіз апа. Күшті. Рахмет, апа, кесеңізші. Әпше, қандас кесеңізші. Келіңіз. Бесеу шықты. Музыка рахмет. Алтыншыса. Бар ма өз еркімен ортаға шығып приз алам? Ой, бүгінгі тойымызда бір күшті болып қайтам дейтін қонақтардан. Алтыншы келді ма? Тамаша, келіңіздер. Рахмет. Ал олай болса, танысып алайық. Құрметті қонақтар, поддержка беруден ешқандай аянбаңыздар. Аға, есіміңіз кім? Берік аға, кім болып келдіңіз? Күйеу бала. Күйеу бала. Жезделер жастардың, я? Берік ағамызға, күйеу балаға шапалақ ұрамыз ба? Күшті, тамаша. Есіміңіз? Алмат. Алмат, сіз? Ең сүйікті немересінің. Ең сүйікті немересінің інісі. Алматқа шапалақ ұрып қояйық. Тамаша. Әпше, қандас, не деп айтар білмей қалмайын, апа деп айтпашты. Есіміңіз кім? Қыздаргүл. Қыздаргүл, күшті. Сіз кім болып келдіңіз? Жиен. Тамаша, жиен Қыздаргүл әпкемізге шапалақ ұрып қояйық. Өзі бір 3 жыл ғана даусымыз естіліп отқан сияқты. Рахмет, үшеуіңізге айтыр рахмет. Есіміңіз? Ақерке. Мен ең сүйікті немере қызым бар. Өзі сүйікті емес дегенде немерелеріңіз бар ма еді? Бәрі сүйікті ғой, күшті. Сүйікті немересі Ақерке. Және де? Сүйікті баласының баласын ба? Сүйікті баласының баласы. Жоқ. Сүйікті баласының баласы атын айтпады ғой. Өркен, тамаша. Ал, олай болса, біз жаңа алтау сияқты етіп қоямыз. Кім? Жанат, келші. Есіміңіз Жанат, кім болып келдіңіз? Мына кісінің келіншегі, баласының келіншегі. Баласының келіншегі. İşte сүйікті дегені бар еще. Еще ат Жанат, я? Тамаша. Енді жезелеріңізді бірінші бастамайық, жезелеріңізді қинамайық, аршықтен бастайық өргеннен. Ал, тапсырма ешқандай қиын емес. Бүгін апамыздың тойында қазір 42 әріптің ішінен кез келген әріпті айтамын. Сол әріптен басталатын әннің атауы емес, әннің өзін айтамыз. Әннің өзі сол әріптен басталу керек. Тек бастапқы бір қатарын ғана айтсаңыздар жеткілікті. Демек сол ән бар деген сөз. Ол ағылшын болама түрік кез келген тілде болады. Бас логиканы қосып, фантазиямен шығып кетсеңіздер жеткілікті. Ал олай болса, бірінші әріп, баласының баласы қобалжиын деді ғой. Олай болса, бірінші әріп С деген әріптен бастайықшы.
Сен болмасаң бұл жалған, күнде уайым, күнде арман. Бол. İşte қазір баласының келіншегін айтып көреміз. Сағынышым қазынам. Сағынышым қазынам. Бар ондай ән. Ал әпке. Сүйікті лағынадайсың кеттің. Бол. Сабыр. Сен мені сағындың ба? Иә, деш. Сүйем, маған ешкім ұнамайды. Тамаша. Ал Биге, Сен кімсің? Бар ма ондай ән? Болды, бар, санаймыз. Ал, бұл жолы ешкім шығармаймыз. Келесі әріп Ж деген әріптен айтайық. Ж. Жаным, көріп ғашық болдым саған. Екеуі бір-біріне қарап махаббатын білдіріп жатыр енді. Ж. Жазира, жасыл келген, үміт келген, туған жерге дариға. Тамаша, күшті. Ж. Жүрегімнің иесі. Екеуі бір кешетке тұрғыз қоямау деймін, өзі бір-біріне махаббатын айтып жатыр енді. Күшті. Ж. Жаным деш. Тамаша. Ж. Сен кімсің? Жаным. Санаймыз ба? Болды, санадық онда. Мына кісіге подарка беріңіздер, Ағаке ханымға бір подарка беріңіз. Подарка бәрін жерге шашып кетсіз. Таңдап алыңыздар деген. Ал. Таңдап алшы Ағаке. Ең сүйікті немересі ғой. Рахмет. Ал, келесі әріп Д деген әріптен айтайық. Д. Доп дегенде Д. Сені саған. Д. Қойса енді Д-дан бастасай. Дидарлам, дида. Дидарлам, дида дейді. Д. Дариғай. Ой, шаба. Ол жыға келсе жазира болады, дыға келсе дариға болады. Сыға келсе сариға, жібіре-бірін сияқты, маға келсе мариға деп. Апа, басқа ән. Д. Жазира. Д ше, Д. Жазираны айтып қойдыңыз ғой бағана. Ай, мына жалғанда жанып бір тұрған барымсың. Шіргін-ай, шабала қарып қойыңыздар. Д. Девушка из города Караганда. Тамаша. Д. Дударайым. Д. Дариға домарамды беше дали. Тамаша! Керемет вообще. Мен жаңағы сеңімсің жаным дегеннен кейін бір деген қосама деп едім. Жо, Дариға домбырамды берші маған, красавчик. Ал, келесі әріп Ә деген әріптен айтайықшы. Әтеш дегенде Ә. Әндетем сені сағынғанда. Тамаша. Екеуі әбден бүкіл махаббаттың әндерін бәрін тыңдайтын сияқты. Ә. Әлдилеп аялашы. Әйтеуір басқа ән айтайын деп жатқан негізі. Жобасы келсе болды. Болды. Ә. Әлия, батыр қыз өскен халқым. Болды. Күшті. Шапалағыр қоя керемет. Ә. Әже, мен сені Меккеге апарамын. Қой, ондай ең көрмеді. Әже, мен сені Меккеге апарамын. Әке сияқты еді ол, анам. Болады. Ә. Әнім сен едің, әнім қарашы. Болады. Шапалағыр қоя керемет. Жесуға красавчик. Ал, келесі әріп М деген әріптен айтайықшы. М. Мама. Болды. М. Мамасың. Орысшасын айтып, мен қазақша айтайын. Мамасың сен маған, ана. Болды, апа, сабыр. Түсіндік қой. Мамасын сен маған орысшасын, анау айтты, қазақшасын айтты. М. Мама, дайым, мама,
Жоқ, мен жоқ деген жоқпын, не маған өйтіп бүйтіп тұрып айтып жатсың. Мама, мен сенің Маматайым, жаным ашын. Рахмет, шапалақ қойыңыздар, жесір қойған подарок беріңіздер енді. Рахмет. Мынадай теміз берейікші, міне. Беке, рахмет, Алла разы болсын. Рахмет. Айтып қойды ғой оны. Рахмет. Ал, келесі. Мама сені Меккеге апарам деді ма? Жаңа әжесін апарды, енді мамасына келді. Ал, келесі әр кімді апарсақ болады? Bir көкені апарайық, ә? Көке сені Меккеге апарам дайындала бір. К. Айтсай деп жатыр ма? К. Көгершін, қолғанатым сені. Тамаша, К. Как ты красива, невыносима. Тамаша, К. Кешір мені, кешегідей шығар саламадым. Ореке, келіншегіңіз жеңіп кетті ғой сіздің. Рахмет. Ореке, қазір келіншегіңізге нан берем. Наны сіз алып кете беріңіз бақа. Рахмет. Ал, келесі әр Н деген әріпте кеттік. О, әпше сізден бастайын деп жатыр ғой. Н. Бірдеңені шығарыңыз енді. Нарым құмда жайлауым, осы жүргенім. Қойш, нарым құмда жайлауым, осы жүргенім. Шапалақ ұрып қойып құрметті қонақтар. Не деген фантазия? Н. Не істесем екен, кешірсем екен, кешірсек. Кешіресің ғой енді өркен. Н. Осы жігіттің қасына келген кезде ойланады бар. Н. Нұркен аға, мен сені Нұркен аға, мен сені Меккеге апарамын дейді. Нұркен ағасы қайда? Өші бүкіл әулет қыл. Апа сізден бастады. Әже сізден бастады, сосын мамасын апарды, енді Нұркен ағасын апарды. Қазір тағы да бір екі адам шығайын деп жатыр енді. Келесі әріп Ш. Ш-дан бастайықшы. Шынарым-ай сен, еріксің еркен, тау бұлағын. Қойшы, ондай білмеді, Шынарым-ай дейді. Рахмет, болды, Ш. Шынар-ау деп шақырсаң шықпа үйімнен. Шынар сені Меккеге апарам. Ш. Шудың бойында сені іздедім. Тамаша, шапалақ ұрып қойыңыздар. Ал, келесі әріп. Келесі әріп финалда тұрмыз енді. Келесі әріп Ө деген, иә, Ө деген әріптен бастайықшы. Қызыл өрік. Ө. Өден ба? Қызыл өрік, қызыл. Ө. Өкпелемеші. Тамаша, Ө. Өркен, апарайын ба сені Меккеге? Кеттік, бір айтшы. Өркен аға, мен сені Меккеге апарамын. Рахмет. Вообще ұтылмайды, мына жерде бүкіл адам Меккеге апарады. Ал, соңғы әріп болсын. Я деген әріптен айтайын. Ядан басталатын адам жоқ шығар енді. Ялушка. Хаққа қарама қолға жоқ. Болды. Сіздің әніңізде бұрын биіңіз бірінші басталды бірақ. Я. Ямайка. Тамаша. Я. Рахмет. Ұтылмағанда бағана сен шығып кететін болғасын негізі. Бірақ бәрін Меккеге апарсыншы деп енді алып қалдық. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Ал финал. Кім болады сізге? Апам болады, мен келін болмын.
Ошаққа келдіңіз, ошаны. Ойлап қорада өте қой жоқ қой жаным. Түсініп жатырмын ғой енді. Апамызға жол бересін қойыңыз. Келесі әріп «Йол» деген әріппен айтайықшы. Ёлышка, мен бітіремін. Тамаша. «Йол». Болды, ұтты апам. Иә? Сіз? Негізі білем, просто жолын бересің. Рахмет. Ал! Атыңыз кім еді? Қыздаргүл. Қыздаргүл апамызға. Бас жүлдеге жетіп жатыр, тағы бір подарка беріңіз, қайсынан қосып? Жоқ, тағы біреуін беріңізші. Күшті. Бәрін айттыңыз ғой, өрік қызыл дедіңіз, анам бәрін айттыңыз. Рахмет. Ал, құрметті қонақтар, бүгінгі кешімізде апамыздың тойында ат салысып, қатысып, ортаға шығып, финалға жетіп, ошым әлім жетікпен болсын бірінші орынға шығып алған Қыздаргүл апамызға шапалақ ұрып қойыңыздар. Рахмет.